Hi everybody! Welcome back to Myra Online English class. Сәлемдесіңдер ме оқушылар? Алдыңғы сабақта біз амандасқанда қолданылатын сөздерді үйренген болатынбыз. For example, мысалы, hello, hi, hey, hello, hey there, hi there, hello there, good morning, good afternoon, good evening, good day, morning, afternoon, evening, how do you do? деген сөздерді үйренген болатынбыз. Оқушылар, егер дәптер қаламдарың дайын болған болса, онда тақтаға назар аударайық. Hey, how are you? How are you doing? Ал бұл сөйлемдердің мағынасы ұқсас, яғни сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай деп аударылады. Ал енді сіз амандасып жатқан адамның бүгінін сұрамақшы болсаңыз, how are you today? деп сұрауға да болады. Hey John, how are you today? Today дегеніміз бүгін, мысалы сіз ол адамның атынан кейін how are you today деп айтуыңызға да болады. Now, if you want to make this a little bit more informal, бейресми түрін қолданғыңыз келсе, you could actually take out the you. So you could say, мысалы, how are you? How are you doing дегенде, how are you doing деп істетуге де болады. Ал енді жастар көбінде how are you деп көп істетеді. Ал енді мына сөйлемге қарайық. How are you feeling? How are you feeling дегеннің мағынасы жағдайыңыз қалай, денсаулығыңыз жақсы ма деген мағына береді бұл жерде. Ал одан басқа сіз тағы да уақыт қосуыңызға да болады. Мысалы, how are you feeling this evening? How are you feeling this morning? деп істетуімізге де болады. Ал another really great one in any situation is how is it going? Бұның да мағынасы қалайсыз, жақсысыз ба, сәлеметсіз бе деген мағына береді. Бірақ бұны біз айтқан кезде how is it going деп істетпейміз бұны. How is it going деп айтамыз. Ал енді мына сөйлемге қарайық. How have you been? Ал бұны әдетте сіз достарыңызбен, не болмаса қызметтестеріңізбен, класстастарыңызбен ұзақ уақыт кездеспеген болсаңыз, сол адаммен қайта кездескен кезде, жағдайын сұраған кезде how have you been деп сұрауыңызға болады. Бірақ енді ауыз тілінде айтқан кезде how you been деп істетеміз. Ал енді мына сөйлемге қарайық. What is new? Бұның мағынасы не жаңалық? Сіз достарыңыздан Hey, what is new? Hey, how are you? What is new? деп сұрауға да болады. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осы жерге дейін. Келесі кездескенше күн жақсы. See you!